Қазақ шоу-бизнесінде тағы бір әңгіме тарады. Көпшілік байқаған шығар, Гүлзира Айдарбекова келіні Жұлдыз Әбдікәрімова босанғанда ешқандай құттықтау айтпады. Әдетте ол әлеуметтік желіде әр сәтін бөлісіп құттықтауларын жариялап жүретін. Ал бұл жолы үнсіздік. Халықтың көңілінде түрлі сұрақтар туды. Неге енесі құттықтамады? Отбасында бір кикілжің бар ма? Әлде барлығы жай ғана халықтың ойына келген болжам ба? Әлеуметтік желіде пікір екіге бөлінді. Біреулер арнайы құттықтамады десе, енді біреулер бұл отбасының өз мәселесі деп қорғауда. Бірақ қай жағынан қарасақ та, жұртшылық бұл жағдайға қатты қызығушылық танытып отыр. Көпшілік келінін құттықтамаған ене деген қалай деп таңырқап отыр. Бірі мұның астарында үлкен сыр жатыр десе, енді бірі мүмкін келін мен ененің арасында суықтық бар шығар деп топшылауда. Журналистер де бұл үнсіздікті байқамай қалған жоқ. Қарапайым халық болса, Гүлзира ханым бұрын бәрін жариялайтын еді ғой. Неге үнсіз? Мүмкін әдейі құттықтамай отыр ма деген секілді пікірлер қалдыруда. Айта кетейік, Гүлзира Айдарбекова ғана емес, көпшіліктің көзіне Қайрат Нұртастың да үнсіздігі түсті. Әдетте ол да отбасындағы қуанышты жаңалықтарды бөлісіп, жылы лебізін білдіріп жүретін. Ал бұл жолы бір ауыз сөз жоқ. Халық арасында сұрақ көбейді. Әкесі болып отырған Қайрат неге ештеңе айтпады? Неге енесі де ұлы да үнсіз қалды? Бұл отбасында бір құпия жағдай бар ма? Әлеуметтік желіде пікірлер толастар емес. Біреулер қарапайым нәрсе, олар жай ғана жарияламаған шығар десе, енді біреулер бұл ішкі кикілжіңнің белгісі деп даурығуда. Сіз қалай ойлайсыз? Комментарийге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз.